нүктені талдайды оқушы. Талдап, өзі қорытындылап, нәтижесін шығарады. Сосын зертханалық жұмыстың қорытындысы болмаса, онда аяқталмаған зертханалық міндетті түрде бір сөйлем болса да қорытындысы жазылады. Мына банан, осы бананның жартысын алып, өткіш арқылы өктіп, оған 5 мм, 5 мм-ден 20 мм саласында су құйып, өткішпен өгіп, мына мәрлі арқылы фильтрация жасап сүздік. Сүзгенде шамамен 10-15 мм сұйықтықты алып, оған мына жердегі мына қоспаны қостық. Бірінші ас тұзын, сосын мына жердегі жуғышатты қосып, тағы да біз араластырдық. Араластырып, негізі 10 минут деген екен, біз 3 минутқа қойдық та, қайттан мынаны біз қайттан фильтрация жасап сүздік. Сүзіп, сүзгеннен кейін біз мына салқын спиртті. Мынаны қосқан жоқпыз, бірақ оның орнына біз спиртті қостық. Спиртті қосқанда мына қоспа манағы біздің дайындаған қоспамыз астындағы. Тұнбаға түсті? Тұнба, соған спиртті қосқанда мына жоғарда бананның көпіршіктер. ДНК-сы бөлініп шықты. Бұған дейін де мен Өтемісов атындағы университетте осылай тәжірибені жасап көргенмін, Алмалы Қайтырна мұғаліммен. Сондай бір ұстазбен таныс екен, қайтадан қуанып кетіп осы тәжірибені істеп көрдік. Ондай микроскоппен қарағанбыз. Электрондық микроскоппен Электрондық микроскоппен қарағанда кәдімгі Мында да қарауға болатын шығар, микроскоп бар ғой. Алмады. электрондық микроскопке салып, бананның ДНК-сын қарауға болады. Тағымыз? Қызықты тақырып, балдарға бір Бананға су қосып сосын бананды аласыз да, күшке езесіз. Сосын неледі? Қайттан 10 мм. Асаттарды неге қостыңыз, соны айтып беріңізші. 10 мм. Спиртті неге қостыңыз? Жуғышатты қосқанымыз манағы ненің Ерту үшін. сыртқы мембранасын ерту мақсатында жуғышат қосылады екен. Енді мына сосын спирт ДНК-мен қосылады. ДНК-мен әрекеттеседі, манаға ДНК-ны жоғарғы бетке итермелейді екен, шығарады екен. Біздің тәжірибеміз манаға ДНК алу мақсатында жүзеге асырылады. ДНК бөлініп жатыр ма? Протезді жоқ, не бар. Мына не деген, фери деген жасуша сыртына мембранасы бар ғой, бүйтіп соны бұзады да, жасуша бұзады да ішіне ДНК-сын шығарады. А протеаз ДНК-ның сыртындағы мыналар өзі бұзады, ДНК-ны өзі алып шығарады. А спирт ДНК-мен қосылады да, ананы шығарады.